Кептер мен қарға. Бір кептер үлкен қайыңның бұтағындағы қалың жапырақтың арасында бейқам отыр еді. Жоғарғы жағындағы бұтаққа жалпылдап кеп қарға қонады. Содан соң мойнын жоғары бір төмен созады. Өңешін қырнап қарқылдай бастады. Қарғаның барқылдаған даусынан кептердің құлағы бітеді, басы зеңіп мазасы кетеді. Сонда да өзі білер деп үндемей шыдап бағады. Бірақ қара қарға қарқылдауын тоқтатпайды. Денесі түршігіп берекесі кеткен кептер: «Ау қарға, таң атқалы балапандарыма жем тасып шаршадым. Мына қайыңның саясында аздап демалайын деп отыр едім. Мүмкін болса қоя тұршы, мазаны алмай» деп өтінеді. Өзінің әніне кептердің түсінбегеніне қарғаның қабағы түсіп кетеді. Тұмсығы сорайып, кілмеге қарайды да: «Ей, шаршап отырғанда көңіліңді көтерейін деп әдейі сайрап отырған жоқпын ба?» дейді. Кептер өз өтінішін ұқпаған.